Сәлем достар, есімім Әсел. Бүгін сіздермен осындай үй жағдайында дайындалатын ешқандай қоспасыз өріктің натуральный согын дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Ең алдымен өріктерімізді жуып, тазалап, осылай үстіне шекерімізді саламыз. Менде 4 килограмм өрік болды. 4 килограммға 1 килограмм шекер салдық. Яғни 1 килограмм өрікке 250 грамм шекерден есептейсіздер. Содан соң үстіне суын құйып, отқа қоямыз. Бұл жерде 4 литр су құйылды. Мұны осылай баяу отта қайнатып аламыз. Толық қайнағаннан кейін астын өшіріп блендермен еземіз. Өріктеріміз осылай толық езілгеннен кейін барлығын осылай ситодан өткізіп шығамыз. Сонда арасында ешқандай іртік болмай, тек соктың өзі ғана қалады. Өріктің осылай қоюларын алып тастағаннан кейін үстіне тағы да 4 литр су құйып бір қайнатып аламыз. Осылай согымыз толық қайнап шыққаннан кейін астын өшіріп, стерилденген банкіге жауып ала береміз. Менде осы 4 килограмм өріктен 9 литрдей сок шықты. Дәмі енді натуральный, кәдімгі дүкендегі сатып алатын соктардан әлде қайда дәмді. Достар, егер де менің видеом ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір белсенділіктеріңіз мен үшін өте маңызды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет.